Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді песочный рогалики жасаймыз. Жасалу жолы өте оңай, 5-ақ минутта дайындалады. Бізге ең алдымен домашний қаймақ керек. Қаймақпен жұмыртқаны араластырып аламыз. Жұмыртқамыз бен қаймағымыздың үстіне шекер қосып, тағы да бір келкі маса болғанша араластырамыз. Разрыхитель және ұн қосып, бір келкі теста болғанша жақсылап илеп аламыз. Менің каналымнан көптеген тәттілердің рецептілерін көре аласыздар. Тіркеліп, жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Тестамызды илеп алғаннан кейін 4 бөлікке бөлеміз. Тындырудың қажеті жоқ. Илеп бола салысымен рогаликаларымыздың формасын келтіреміз. Осылай 4-ке бөліп алғаннан кейін қамырымызды жая бастаймыз. Қамырды жұқарақ етіп жайып, өзіңізге керек формада кесіп аласыздар. Әртүрлі печенье тәріздес етіп пісірсеңіз де болады. Мен мынандай рогалики түрін жасадым. Өте дәмді болып шығады. Егер тәтті болғанын қаласаңыздар, осылай кеспес бұрын ортасына қант сеуіп жіберсеңіздер болады. Өте дәмді, сіздер де жасап көріңіздер, балаларға өте ұнайды. Және формамызға келтіріп алғаннан кейін барып, бетіне жұмыртқа жағудың қажеті жоқ. Барлық формамызды келтіріп алып, сразу қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Пісіп болғаннан кейін осылай бетіне сахарный пудра сеуіп, ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді, песочный болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Үйдегілерге қатты ұнайды. Тағы да қандай рецепті көргілеріңіз келеді, комментария бөліміне қалдырыңыздар. Менің каналыма жазылып, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.